қызғаныш сезімін сіз қалай көрсете аласыз жүзіңізбен? Көрсете алмаймыз ғой. Қызғаныш деген ашу мен қорқыныштың қосындысы. Ашу, мына кісі неге өйтіп істеп жатыр маған деп ашуланасың. Неге бұл жаңағы біреумен сөйлесті деген сияқты ашуланасың. Жоғалтып аламын ау деп қорқасың. Осы екеуінің қосындысы қызғаныш эмоциясы. Сондай көп эмоцияны сөйтіп бір-біріне қосып шығаруға болады. Енді жеке-жеке тоқталып көрейік. Мысалы, маған қатты ұнайтыны қорқыныш эмоциясы. Біз демей қойыңызшы, мен қорқыныш эмоциясын көбіне жасыруға тырысатынмын, оны жоқ қылып жіберуге тырысатынмын, өйткені еркек қорқуға болмайды, еркекке қорқуға болмайды деген ұстаным бар. Бірақ ең қызығы, біз оны басқарамаймыз. Қорқыныш эмоциясы жалпы бүкіл эмоция, бүкіл сезімдер автоматты түрде жұмыс істейді, және секундқа жетпей сіздің денеңізде химиялық реакция жасайды, гормондар бөліп тастайды.